Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балықты осылай қып-қызыл дәмді етіп қуыру әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз балығымызды жақсылап тазалап, ішіндегі іш құрылыстарын барлығын тазалап алып, осылай балықтарымызды осып алатын боламын. Балығымызды осылай 3 бөлікке бөліп, қуырғанға да ыңғайлы болу үшін майдалау етіп бөліп алатын боламын. Балықтарымыздың барлығын осылай бөліп алдым, біркелкі етіп. Енді оларды тұздап аламын. Біз тез қуыратын болғандықтан тұзын ащы қылып жегенді жақсы көреміз. Сол үшін тұзын көптеу қостық. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Достар, менің видеомды соңына дейін қарап, ұнаса лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Барлығын тұздап алғаннан кейін бір ыдысқа ұнымызды салып алып, балығымыздың екі бетінде ұнға батырып аламыз. Одан кейін қызып тұрған майға қып-қызыл болғанға дейін қуырып алатын боламын. Балықтарымды алдын ала осылай дайындап аламын, ұнға малып. Майымызды қыздырып қойып, қызып тұрған майға қуырып аламын. Әр бетін 10-15 минуттан қып-қызыл болғанға дейін қуырып аламыз. Балығымыз дайын болып қалды, қып-қызыл болып қуырылды. Балықтың барлығын осылай майдан алғаннан кейін бетіне чеснокты үккіштен өткізіп жіберсеңіздер, өте дәмді болып шығады, ерекше дәм береді. Достар, менің видеомды соңына дейін қарап, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды да ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған сандуғаш, дастарханға осылай тартсаңыздар болады. Өте дәмді, керемет болып шықты. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сау болыңыздар.